Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Даму KZ арнасы. Дәл осындай лолия шеңберін жасауды үйренгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бейне жазбаны қарамастан алдын каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әдеттегідей көрнекілігімізді PowerPoint программасында жасаймыз. Өздеріңіз білетіндей размер слайдты өзгертесіздер 20:7 және 29 деп. Керек емес артық бөліктерін алып тастайсыздар. Шеңберді жасау үшін вставка бөліміндегі фигурадағы шеңберді таңдап аласыздар. Осылай экран бетіне дәлдеп қойып, сантиметр ені мен ұзындығына 20 сантиметр деп жазасыздар. Енді қойған фигураны осылай пустой фигура жасап аласыздар. Одан кейін фигураға кіріп линияны таңдағаннан кейін сіздерге осындай дәл осылай нүктелер шығады. Өздеріңіз дәлдей отырып, осы нүктелерді сызып шығасыздар. Сызып шыққан линия сызықтарыңыздың түсін ауыстырасыздар. Одан кейін осы линияны копировать етіп алып, вставитті басасыздар. Дәл осылай вставить етілген линиялардың барлығын нүктелерге дәлдей отырып, жеке-жеке сызып шығатын боласыздар. Осылай 8 бөлікке бөліп болғаннан кейін жаңа бетті ашып, менде дайын суреттер бар. Осылай суреттерді сіздер қалай қоятындарыңызды қазір көрсетіп айтып беремін. Мысалы, Яндексқа кіріп, өзіңізге керекті суреттің атын жазып, осылай кіріп, сақтап жүктеп аласыздар. Одан кейін вставка бөліміне кіріп, осылай суретті қойып, форматқа кіріп, удалить фон дегенді басып, осылай дәлдеп, өзімізге керекті суреттің бетін осылай шығарып аламыз. Сосын бұл суретті кішірейтіп, жеке-жеке жаңағы шеңберіміздің бөліктеріне қойып шығасыздар. Әр бөліктерді осылай толтырып шығасыздар. Одан кейінгі осы шеңбердің бетіндегі бөлігін жасау жолын қазір көрсететін боламын. Однотонный фон деп Яндексқа кіріп, өзіңізге қажетті суретті копировать етіп аласыздар да, слайдқа кіріп, осылай вставить етіп аласыздар. Мейлінше кішірейтіп аласыздар, себебі қазір сіздер осы фонды дөңгелек қылып жасайтын боласыздар. Одан кейін форматқа кіріп, осылай дөңгелек форманы таңдап аласыздар да, границаға кіріп, нет контур деп алып, тенға кіргенде нет тен деп аласыздар. Осы шеңберді енді сіздер арғы астындағы шеңберге дәлдеп аласыздар. Одан кейін тура дәлдегеннен кейін бұны сіздер копировать етіп аласыздар. Копировать етіп екінші бөлікке вставить деп қоясыздар. Енді сіздермен шеңбердің ашық бөлігін жасау жолын көрсетемін. Линияны таңдап, үлкен ортасынан сызық бөліп қоясыздар. Одан кейін түсін өзгертіп аласыздар қалауларыңызша. Сосын қайтадан вставка фигураға кіріп, линияны таңдап, астынан жоғары қарай ортаға дейін дәлдеп сызық жүргіземіз. Сосын ол сызықты копировать етіп аласыздар да, вставитті басып, тура ортасынан кішкене ғана аға линия жүргізесіздер. Сосын өзімізге қажеті жоқ ортаңғы линияны сызып алып тастайсыздар. Келесі жұмысымыз осы шеңбердің бетіндегі бөлігіне атау жазу. Ол атауды өзіміз үлкен шрифтпен жазуға тырысуымыз керек, себебі балаларға анық көрініп тұру үшін. Дайын болған жазуымыздың қалауынша түсін өзгертіп, осылай дәлдей отырып қойып шығамыз. Осымен біздің жұмысымыз бітті. Алдыңғы бөліктердің барлығын өзіңіз толтырып шығатын боласыздар. Сіздер мен өзімнің алдында жасаған жұмысымды дайын түрін көрсетейін. Мен жылу өткізгіш тақырыбына байланысты жасадым. Балалардың танымдық қызығушылығын арттыратын өте қызықты ойын. Сіздерге осы бейне жазбам ұнаса, осы видеоға лайк басып, комментарий қалдырып өтіңіздер. Және де тіркелуді ұмытпаңыздар.